Елдегі жоғарғы оқу орындарында қарт студенттерді кездестіру әсте мүмкін емес. Ал еуропалық студенттер бұл құбылысқа таң қалмайтын секілді. Мәселен, Швециядағы ең үлкен шәкірттің жасы 65-те екен. Міне қызық, ғалымдардың сөзіне сүйенсек, білімді негізінен 25 жастан асқанда алған жөн дейді. Бұл жас аралығында адамның ақыл өрісі қалыптасып, ғылымға қызығушылығы арта түседі көрінеді. Сондықтан болар Жапон елінде білімге деген сұраныс әсіресе орта жастағы жандарға тән. Меніңше енді біздің елдегі білім жүйесі әлде қайда тиімді. Әр нәрсе өз орнымен, өз кезеңімен. Қыран құстың қанатына мініп, балалықпен қош айтысып, жауапты өмірге аяқ басатын сәт әркімге де ерекше сезім сыйлайды ғой. Әсіресе білім ошағында өтетін сан түрлі іс-шара, мерекелік кештердің орны ерекше. Солардың бірі Вен балы. Аққу кейіптегі арулармен шыр айнала билейтін вальс айтсаңшы. Аталмыш балдың кезеңі де бастап алған секілді, ал толығырақ келесі бейнесюжеттен тамашалаңыздар. Жастар атақты полонез музыкасының ырғағымен мұң бұрала билеп жүр. Бұл да студенттік өмірдің ең бір ғажап сәті. Жалпы веналық үлгіде осындай кеш өткізу бүгінде кең етек алып келеді. Ал балдың ең қызықты сәті ханзада мен ханшайымды анықтау. Аздан соң ол да белгілі болады. Біздің университетіміздің 80 жылдығы қарсаңында өтіп отырған студенттік бал. Сондықтан бүгін осы студенттік балда университетіміздегі ғылыми жұмыста, оқу жұмысында, сонымен қатар студенттік өзін-өзі басқару қоғамдық жұмыста белсене қатысып жүрген студенттеріміз марапатталып, солардың құрметіне арналып отыр. Енді Вена балының тарихына үңілсек, 19 ғасырдың ортасында Венада бір күнде 250-ге жуық бал өтіпті. Оған елдің ең қалталы азаматтар шақырылған. 1899 жылдан бастап Елизавета патшайымның қазасына байланысты классикалық би кешін өткізу аздап сиреген екен. Ал екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бал қайта жандана бастады. Қазір мұндай кештер бүкіл әлемде өткізіледі. Ұйымдастырушылар студенттік бал жастардың эстетикалық дүниетанымын кеңейтеді дейді. Студенттік балдың ұйымдастыру басынан бастап өткенге дейін бұл ең бірінші студенттердің қарым-қатынасы және студенттерді жаңа мәдениетке баулу, студенттерді жаңағындай қалай бос уақыттарын қызықты өткізумен қатар, және де бұл енді сөзбен жеткізерлік емес. Бұл жерге тек қана қатысып көріп қана сезінуге болады. Біз биге осы 3 ай бойы дайындалып келе жатырмыз. Сабақтан әрине тыс уақытында дайындаламыз. Осы мен бұрын соңды билеп көрмегенмін, осы кастингтен өткеннен кейін билеп көрейін деп келдім балға. Әрине керемет биледік деп өзімізді ойлаймыз. Университеттің 80 жылдық мерейтойының құрметіне 80 жұп, яғни 160 дебютант биледі. Олар 700 студенттің ішінен іріктеліп алынған. Вальс, көңілді полька, танго билері де кештің көркін кіргізді. Енді уәде еткеніміздей балдың ханзадасы мен ханшайымын таныстырайық. Ұйымдастырушылар бұл жұптарды таңдауда неге мән берді екен? Біз негізі бұл бал биінде де бірге жұп болдық. Былайны шын өмірде де негізі екеуміз жұппыз. Біз екеуміз бірге болғанымызда жарты жыл болды. Біз енді Аиданы бір көргеннен өзім ұнатып қалдым. Негізі бір көргеннен ұнату дейді ғой, сондай болды. Бір-бірімізге жарасып жұп болып жүрміз. Бүгінгі өткізілген шара мен үшін өте ұмытылмас болып табылады. Және осындай шараны өткізген ұйымдастырушыларға көп рахметімді айтқым келеді. Біз де веналық үлгідегі балдан жақсы әсер алдық. Бұл бастама енді дәстүрлі түрде өтіп тұрмақ.